Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, дәмді болып пісетін хит болған синнабон булочкасының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін ең алдымен жылы сүтімізге қантымызды салып, ашытқымызды салып, 10 минутқа апара болғанға дейін қалдырамыз. Содан соң алдын ала ерітілген сары майымызды құйып, жұмыртқамызды салып араластырып, 1 шай қасық тұзымызды салып, ұнымызды қосып, қамыр болғанға дейін илейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысатын қамыр болады. 1-1,5 сағатқа көтерілгенге қалдырып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін қамырымызды жұмыс үстеліне қойып, видеода көрсетілгендей етіп, 4 бұрышты етіп жайып аласыздар. Арасына бөлме температурасындағы сары майымызды жағып, корица мен қантымызды араластырып аламыз. Корица ұнамайтын адамдар болса, корицаның орнына какао салсаңыздар болады. Қамырымызды видеода көрсеткендей етіп орап, бірдей бөліктерге бөліп шығыңыздар. Мен жіппен бөліп шықтым. Солай өте ыңғайлы әрі тез болады. Синнабондарды противенге салып, 15 минутқа көтерілгенге қалдырамыз. 15 минуттан кейін алдын ала пешіміз 180 градуста қызған болу керек. Пешімізге 25-30 минутқа салып алатын боламыз. Бетіне жағуға мен 20% қаймақты қолдандым. Қаймаққа сахарный пудраны араластырып, жылы синнабондардың бетіне жағып шығатын боламыз. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте ұнайды деген сенімдемін. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.